Саламатсыздар ма? Бүгін мен жасайын дегенім буда пісірілген нан. Ол үшін маған қажетті заттар: ұн, 1 кесе жылы су, 1 ас қасық майонез және чай қасықпен тұз және дрожж. Ол үшін жылы суға шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оны илейтін ыдысымызға құямыз. Үстіне майонезімізді саламыз. Бұл майонез салғысы келгендер салады, ұнамаса салмай қойсаңыз да болады. Майонезсіз де шыға береді. Және бұны араластырып аламыз. Үстіне сухой дрожж саламыз. Бәрін жаймен араластырып алғаннан кейін қамырымызды илеуге кірісеміз. Ұнымызды саламыз. Бұған қамырымыз қолдан ажырағанша илейміз. Ұнды көп қатты илеудің қажеті жоқ. Қамырды илеп болдым, және деп қақпағын жауып, үстіне матамен орап, жылы жерге қоямыз. Менің қамырым дайын болды және ашып тұр. Енді бұны алып, дөңгелектеп, мантаваркаға саламын. Онды себелеймін. Қамырымды аламын. Бөлшектеп және майдалап бөлемін. Осылай бар қамырмен жұмыс жасаймын. Барлық қамырымды домалақтадым және соңғысын осылай домалақтаймын. Және мантаваркамды майлап мантаваркаға саламын. Мантаваркаға салдым және арасын қатты жабыстырып қоймаймыз, өйткені бұл 2 есеге үлкейеді. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Және де осы мантаваркаға салғаннан кейін бетін жауып бір 20 минутқа қоямыз. 20 минут болғаннан кейін пирожки тағы да кішкене қамырымыз тағы да үлкейеді. Сосын отқа қоямыз. 15-20 минуттай болды. Бұны қайнап тұрған судың үстіне қойып 20 минут пісіреміз. 20-25 минут мантаваркада тұрды. Менің наным пісті. Астарыңыз дәмді болсын.